ұлан ғайыр алқап, көшпенді қазақ жұртының бағзыдан бері ірге тепкен ата қонысы. Сәлем ақылды балақайлар, бүгін отанымыз Қазақстан жайында айтатын боламыз. Қазақстан Еуразияның кіндігінде орналасқан орасан зор тарих бар ел. 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіз мемлекет атанды. Елордасы Астана қаласы әлемнің ең жас астанасы болып есептеледі. Мемлекеттік тіл қазақ тілі. Елдің әкімшілік территориялық құрылымы 17 облыс пен 3 республикалық маңызы бар Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан тұрады. Халық саны 19 миллионнан асады. Қазақстанда 130-дан аса ұлт өкілдері бар. Олар бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруде. Қазақстан жер көлемі жағынан дүние жүзі бойынша 9-шы орында. Қытай Халық Республикасы, Қырғызстан, Түркіменстан, Өзбекстан, Ресей сияқты елдермен шекараласып жатыр. Қазақстан дүние жүзілік мұхитқа тікелей шығатын жолы жоқ әлемдегі ең ірі мемлекет. Территорияның басым бөлігін шөлдер мен жартылай шөлдер, дала мен ормандар құрайды. Елде 8,5 мың өзендер, 48 мың ірі және ұсақ көлдер бар. Олардың ішінде ең ірілері Балқаш, Зайсан және Алакөл. Қазақстан табиғи ресурсқа өте бай. Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы қазақ жерінен табылған. Мұнай қоры бойынша Қазақстан әлемдегі 15 жетекші елдердің қатарына кіреді. Қазақстанда зымыран ұшыруға арналған әлемдегі бірінші және үлкен кешен Байқоңыр ғарыш айлағы орналасқан. Медеу әлемдегі ең биік жасанды мұз айдыны. Мұнда 170 әлем рекорды тіркелген. Қазақстан қызғалдақ пен алманың отаны. Ал жылқы алғаш рет Қазақстан жерінде қолға үйретілген деген ақпарат бар. Әр жыл сайын алдыға нық қадам басып келе жатқан, болашағы айқын, еркін, егемен Қазақстан біртіндеп әлемге танылып келе жатыр. Саяси экономикалық жағынан барлық елдермен дипломатиялық қарым-қатынаста. Мәдениет пен спорт саласының жорғалары еліміздің елдігін бар әлемге танытуда. Бұл бүгінгі Қазақстанның жетістігі. Отанымызды құрметтеу, қорғау әр қазақстандықтың парызы. Ата-бабамыздың бізге аманат етіп кеткен байтақ даланы әрі қарай дамыту мен өркендету біздің қолымызда. Достар, бұл шығарылым сендерге ұнады деген үміттемін. Ендеше каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа.